Еуропалық одақ Украинаға қорғаныс техникасын сатып алу үшін кезекті 6,1 миллиард еуро бөлуге келісті. Бұл қаржы Еуропалық одақтың Украинаға арналған жалпы көлемі 90 миллиард еуро болатын несие бағдарламасы аясында берілді. Бұл туралы Еурокомиссия дүйсенбі күні мәлімдеді. Шешім Украина тәуелсіздігінің 35 жылдығын атап өтіп жатқан кезде қабылданды. Ресейдің шабуылдары салдарынан бейбіт тұрғындар арасында қаза тапқандар саны артып жатыр. Бұған елдегі әуе шабуылдарына қарсы қорғаныс жүйелерінің жетіспеуі себептердің бірі болып отыр. Еурокомиссияның мәліметінше бөлінген қаржыға әуе және зымыранға қарсы қорғаныс жүйелері, зымырандар, оқ-дәрілер мен радарлар сатып алынады. Қару-жарақ пен әскери техниканың басым бөлігі Еуропаның қорғаныс өнеркәсібі компанияларынан алынады. Дүйсенбі күні өткен кездесулердің бірі Украинаға қосымша әуе қорғанысын және энергия ресурстарын жеткізуді арттыруға бағытталған ниеттестер коалициясының отырысы болды. Бұл мәселе қыс мезгілі жақындаған сайын маңызды бола түспек. Ал дүйсенбі күні Украина президенті Владимир Зеленский мен бірінші ханым Алена Зеленская тәуелсіздік күніне арналған шара барысында Киевте қаза тапқан сарбаздарды еске алды. Олар Украина үшін қаза тапқан қорғаушыларға арналған еске алу қабырғасына гүл шоқтарын қойды. Ресми шараға Еуропаның басқа да көшбасшылары қатысты. Алайда Украинаның тәуелсіздігінің 35 жылдығына арналған рәсімге Трамп әкімшілігінің өкілдері қатысқан жоқ. Ресейдің Украинаға қарсы 4 жылдан астам уақыт бұрын басталған басқыншылығы әлі де жалғасып жатыр.